Сәлем достар, осындай балабақшаға арналған ерекше тапсырыс түскен болатын. Бұл тапсырысты мен фетрдан жасап жатырмын. Өзімнің идеям бар, интернеттен көрген суреттер бар, солардың бәрін қолданып, осындай әдемі қол өнер жасап жатырмын. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар, және де қандай жұмыстар көргіңіз келеді, соны да жазып кетіңіздер. Және екінші аппликация осындай тауларды жасадым, киіз үй бар, бұлттар бар, күннің шуағы бар, талдар бар, жапырақтар бар. Бәрін осылай ойластырып, фетрмен қиып, ыстық желіммен қазір желімдеп шығамын. Осындай әдемі қолөнерімді бағалап кетіңіздер. Ар жағында балапанымның дауысы естіліп жатыр екен, ештеңе етпес деп салып қойдым. Міне осылай қиып алған фетрларымды жайлап ыстық желіммен жабыстырып шығамын. Қалай менің қолөнерім сіздерге ұнаса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Және де келесі тағы да жасаған қолөнерлерімді осында салатын боламын. Толық барлығы біткеннен кейін толық видеосын сіздерге көрсететін боламын. Осындай қазақи нақышта жасалған қолөнердің бәрін бір дорожкаға жинап, соны жарға ілетін қылып жасайтын боламыз балабақшаға. Сол үшін осындай тапсырыс түскен болатын. Осылай барлық қазақи нақышта жасалған қол өнерлерімді осында сіздерге көрсін, сіздерге идея болсын деп салып жатырмын. Қолдап кетіңіз.